Вроде идет. Так, бірінші нені жіберетін шығармыз, жаңағы ғашық жүрек па? Ғашық жүрек дейсіз ба? Нәзік сезім дейді. Махаббат әні. Махаббат әні, иә. Жақсы. Негізі аты ғашық жүрек қой. Біріншігесіз қалай таныстырайық? Так, Әнші дей берсек болады ғой, жоқ, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі звание. Сосын әнші деп айта бересіздер ғой. Даже әнші емес, орындаушымын ғой, әнші емес. Өзің таныстыра бересің ғой, Телефон звук. Да. Мәдениет саласының үздігі. Так, мынау бізде қай микрофон? Жарнаманы онда сағаттың аяғында жібереміз, е? Ау? Жарнаманы сағаттың аяғында жібереміз деймін. Иә. Жаңағы шығармашылығым 20 жылдығына шығармашылығым 20 жылдығын бәрін айтып кетесіңдер ғой. Ау? Шығармашылығым 20 жылдығын бәрін айтып кетесіңдер ғой. Қойшы бәрі құрсын. Иә, арнамызға жаңадан қосылған жандардың баршасына жалынды сәлем. Еліміз аман болсын, өзіміз аман болайық. Қымбатты достар, бұл Астана FM-де кеш көңілді бағдарламасы. Бас қалада уақыт 19:23, біз екінші сағатымызда бастаймыз. Иә, достар, өздеріңізге қызмет көрсететін менің әріптесім, елдің амандығын тілейтін Еламан Әмірғазы және мен Әсел Әбілбек. Енді Еламан екеуміз ғана емес, біз дәл қазір студияда арнайы қонағымыз да келіп, ал ендеше сол құтты қонағымызды мен таныстырып өтейін. Барша тыңдармандарымызға Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, Қазақстанның атағын, абыройын әлемдік ареналарда, халықаралық сайыстарда танытып жүрген орындаушы, белгілі әнші Бегарысұлы Руслан Садықов мырза студиямызға келіп жайғасты. Қош келдіңіз, Русеке. Қош көрдік. Қош көрдік. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдарман қауым, сіздермен осы жолығып жатқаныма өте қуаныштымын. Сәлеметсіздер ме, құрметті Еламан, Әсел. Тамаша, жалпы көңіл-күй жақсы сияқты. Өте керемет. Астана, бас қала қалай қарсы алды? Жаңа әңгіме барысында, эфир алдындағы әңгіме барысында айтып қалдыңыз, бұрын осында оқыдым, тұрдым деп, жалпы өзгеріпті ма қаламыз? Өте өзгерді. Біздің кезімізде жаңағы шағын ғана қала болатын. Осында Астана қаласында, біздің кезімізде Астана қаласы болатын, кейін Нұрсұлтан өзгерді. Музыка академиясында 4 жыл оқып, одан кейін осында МВД оркестрында жұмыс жасап, 6 жыл тұрдым. Сондықтан бұл қала маған таңсық емес. Өйткені жиі біз келіп тұрамыз Қызылорда облысының концерттік күндерімен. Сол енді жылы жерден суық ауа райына келген қалай екен деп жатқанымыз ғой. Көңіл күйіңіз қалай деп. Өте керемет. Бізде негізі күн жылы Астанаға келіп едім, қар жауып кетті. Иә, енді Еламан, Русланға биыл шығармашылығына 20 жыл. 20 жыл деген,
20 жыл деген бір адамның ғұмыры аз ғой емес, енді 20 жыл көп деген. емес, Иә. ол 20 жыл мен сіздерге айтайын, қалай ол уақыты келіп қалғанда байқамай қалдым. Себебі әлі күнге дейін өзімді жас сезінемін. Әлі сол жаңағы Бастысы көңіл жас дейсіз. иә, жас сезінем. Және де ол 20 жыл биыл мамам айтпаса, мен ол 20 жыл екенде ұмытып та кетіппін. Иә. Яғни анаңыз 20 жыл болды ғой, саған дедім ма, не деді? 10 жылдығымызды жасадық, сонда 20 жылдың биыл 20 жылдың ғой балам ау. Мына халқың күтіп жатыр ғой. Не дайындап жатсың халқыңа дегеннен кейін еске салды, иә. Иә, қанша жаңа әндер жазылды, қанша жаңа бейнебаяндар түсірілді, қанша жаңа концерттік киімдер тіктіріліп алынды. Енді дайындық құдайға шүкір жақсы. Ал енді Рүсеке жаңа бір тарихтың шетін шығарғандай болдық. Енді 20 жыл деген айтып жатырмыз, аз уақыт емес, үлкен бір адамның ғұмыры десек те артық айтқандық емес. Осы сіздің шығармашылық жолыңыз қалай басталды? Сонау басынан бастасақ қалай қарайсыз? Енді қысқа нұсқа. Енді 1993 жылы Әнші балапан деген республикалық телевизиялық байқау болатын. Сонда басталды ғой, ол уақытта Алишер Каримов, Алмаз Кишкенбаев, Мадина Садвакасова, Гүлнұр Оразымбетова, Асқар Жүнісбеков, бәріміз қатар бастадық. Сонда жиі сол шетелдегі конкурстарда жиі кездесетінбіз. Сонда сол 93 жылдан басталды ғой, оның берісінде республикалық конкурстардан кейін 2001 жылы алғашқы рет Астана қаласында республикалық жас қанат конкурсы өтетін. Сонда Жанар екеуміз қатысып, ол бірінші орын алып, мен екінші орын алып, Асқар Жүнісбеков орын аламай қалды деген сияқты. Еще оны жұбатып біз Жанар екеуміз. Енді өзі шамәлі жаспыз ғой, баламыз. Одан кейін 2002 жылы халықаралық Белоруссияда мемлекетінде Славянский базар Витебске деген конкурс болатын. Сол конкурста Қазақстан атынан алғаш рет барып есік ашқан алғашқы қарлығаштары мен Қазақстана. Менен кейін Алишер кетті, Маржан Арапбаев. Мен жалғап дейсіз ғой. Жалпы, сосын жылда ол кісілер ұйымдастырушылар жылда қонақ қылып шақырып тұрады. Барып тұрасыз ғой, жиі барып тұрамыз. Енді былтыр 2020 жылы карантин болды. Байқасақ, көп әншілер онлайн концертке көшті, онлайн концерт берді. Bir жағынан ол тиімді де болған сияқты. Билетті сатып әуре болмауы мүмкін. Басқа енді концертке бара алмайтын тыңдаушылар үшін, көрермендер үшін ол да жақсы бір дүние. Қолжетімді болды. Қолжетімді болды. Барлығын енді қамту мүмкін емес қой. Карантиннің кезінде өзім мынау қатысқан халықаралық конкурстардың ұйымдастырушылар хабарласып, Руслан, Қазақстанның атынан бізге жюрилік жасап берсеңіз деп өтініш айтқан. Содан басталды. Мен айтып жатырмын, біздің Қазақстанның қарадомалақ балдарын қатыстырайыншы, бола ма деп. Олар қуана келісіп, карантин уақытында тек балалардың шығармашылығымен айналыстым. Сол шетелдегі конкурстарға жіберіп отырдым. Және де біздерге онлайн концерт берілді. Өзім 3 рет онлайн концертке эфирге шықтым. Енді біраз халық сағынып қалған ғой. Жалпы карантинде бос жатқан жоқпыз дейсіз. Жоқ, уақыт болған жоқ бос жатуға. Енді жаңа балалардың шығармашылығымен айналыстым деп жатсыз ғой. Нәтиже қандай? Балалар қалай қазір? Өте керемет. Біздің жалпы қазақ халқы өте өнерге бейім ғой. Әудемейтін қазақ жоқ дегендей, өте үлкен деңгейде, жоғары деңгейде өздерінің өнерлерін көрсетті, расы керек. Көбісі бас жүлде алып жүрді. Енді 3-ші орын жоқ, тек бірінші бас жүлде, бірінші, екінші орын. Тек алдыңғы қатарда дейсіз ғой, біздің бүлдіршіндер. Енді Еламан, дәл қазір біз Руслан мырзаның орындауындағы бір жақсы әнге кезек берейік, өйткені сұхбаттасқан сайын, әңгіме айтқан сайын уақытымыз өтіп бара жатыр, әнін тыңдай алмай қаламыз. Ал Рүсеке қандай әннен бастаймыз? Енді кеше карантин кезінде бізде Қызылордада композиторлардың облыстық Рамазан Тайманов атындағы конкурс болып өтті. Сонда композитор Талап Тотаев пен Ерсұлтан есімді өзімнің інім, соның сөзіне жазылған Ғашық жүрек. Сол әнді. Ғашық жүрек басқаша махаббат әні деп. Махаббат әні, Ендеше махаббаттарыңыз баянды болсын, қымбатты достар. Біз
біздің студиямыздың қонағы Руслан Садықов мырзаның орындауында махаббат әніне кезек ұсынамыз. Өзбектерді көк қараңыз кісі. Сосын кеше карантин кезінде мен Кеңес ағамды жоғалтып алдым. Өзім педагогым, Қазақстан еңбек сіңірген артисі Қаракөз Ағдәулетованы жоғалтып, сол кісілерге айтып кетейін. Енді жылайтын сұрақ қоймаңдар. Қаракөз апайым бүгін Қызылордада мектебі ашылып жатыр. Бүгін соны мен бара алмадым енді. Бүгін осында жүрмін ғой. Соны анау қарап отырып. Буквально 3 күн бұрын ғана телефонмен осы 20 жылдығымызда ақылдасқанбыз ғой, апай қалай жасаймын деп. Апай жас кетті ғой. Қызылордада анау тоқырау заман ғой. Егемендік алып енді сол кезде жаңағыдай концерті гастрольдермен шығып жүрміз. Гүлнұр бар, Мәдина ол кезде ешқайсымыз звезда емеспіз ғой. Күн суық, жаңағыдай дункутуралар қазірде новый отопление жоқ қой, новый дункутуралар емес, баяғы ескі одноэтажный кілең пеш анау қолмен жағатын. Соны суық финансовыйне жасамайды ғой, сосын қаяқтан алады көмірді. Соны бір-біріміздің гамажымды ауысырып киеміз жаңағы тоңбас үшін. Не бір өтті ғой заман басымыздан. Қазір сонда Қызылордадасыз ғой, иә? Қызылордада қазір өзім жекемін, Қызылорда облыстық филармониясында жұмыс жасадым, сосын үкіметтің жүгірісі көп қой, білесіңдер. Левый тойларға жібереді, айлығы аз. Жеке, только гастроль ғой менікі. Мен тойдың да әншісі емеспін. Тек ана үлкен кісілер өтініш айтпаса. Қазақстан аранжировкасына ұқсай ма? Бізден музыкадан көп хабарымыз жоқ қой. Өзбектер қақпас қой. Өзбектерде фантазия көп та. Иә, қымбатты достар, кеш көңілді бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде студияда қонақта Руслан Садықов мырза. Ал Русеке, мәнді тыңдап алдық, жақсы. Иә, мәңгі өзіңмен бірге дейді. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, өздеріңіздің сүйіктілеріңіз үнемі жандарыңыздан табылсын дейміз. Енді қазір көктем мезгілі, махаббат мезгілі деп жатамыз. Иә, махаббаттар ашылып, бір жақсы әнді тыңдап алды деп ойлаймыз біздің тыңдармандарымыз. Ал әңгімеміз жалғастырайық. Иә, Руслан мырза, енді қазіргі уақытта сіз біреуге ұстазсыз, иә? Мүмкін. Енді жаңа балаларды тәрбиелеп жатырмын деп жатсыз, конкурстарға апарып, сіздің ұстазыңыз кім? Менің ұстазым Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі Ағдәулетова Қаракөз Ақжігітқызы. Енді былтыр апайымды жоғалтып алдым. Жатқан жер жайлы болсын. Биыл кеше бүгін Қаракөз апайымыздың атында өзінің жеке класс ашылып жатыр. Презентациясы дейді ғой, болып жатыр. Енді бүгін бола алмадым, бірақ өзім қуанып, апайымды еске алып. Енді сол уақытта шамалы бір қиындау болды ғой енді. Пандемияның уақытында өзімнің композиторымды де жоғалтып алдым, Кеңес Дүйсекеевті. Енді оны бүткіл қазақ халқы біледі. Енді ешкімге оңай болған жоқ. Сондықтан барлықтарыңызға тек сабыр тілеймін. Демек, сіздің ұстазыңыз біздің түсінгеніміз бойынша Қаракөз апай мен Кеңес ағамыз болды, иә?
Тамаша. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, қазіргі уақытта түрлі әншілер шығып жатыр, жас әншілер. Бұрынғымен салыстырғанда көзқарасыңыз қандай жастарға деген? Мен қазіргі жастарға шын айтайын қызығушылықпен қараймын. Неге? Өйткені ол қазіргі жастарда мүмкіндік өте көп. Өте көп. Қазір интернеттің уақыты, біздің уақытта бобинамызды құшақтап алып, аудиокассетамен, мини-дискімен айтатынбыз. Интернет жоқ. Қазір жастар сияқты минусовканы жаңағы интернетпен жүктеп алып, тойда ән айтып жүретіндей емес. Біз таза өзімізге жаздыртып, аранжировка дейді ғой, өзімізге жаздыртып, өзіміз қоятынбыз. Қазіргі жастарға өте оңай, және де қиындау. Өйткені қазір жастар өнерге бейім ғой, енді жаңада айтып кетіп жатырмын. Жаңаға бәсекелестік бар. Ол да дұрыс бір жағы. Өйткені жаңалық керек қой, негізі жаңалық керек. Бәсеке болмаса өспейді. Өспейді. Жақсы. Ал енді Руслан мырза, бір сөзіңізде осы өнер жолына түсуіме ата-анам тікелей ықпал етті деген едіңіз. Сол туралы айтсаңыз. 93 жылы мектепте сабақта отырғанмын. Жаңа әнші балапан конкурсының іріктеу туры болады деді да, мамам келді, сабақтан сұрап алып кетті класс жетекшімнен. Сөйтіп барып аяқ астынан ойыма келген ана бір әнді Ямахамен орындап. Қандай ән еді? Есіңізде ма? Есімде, ойбой, Марат Омаров ағамыздың Били-били Алматы мен Стамбул сол әнді айтып, билеп тұрып, сол әдемі актерский мастерство ма, сонымды көрсетіп, вокал жағынан енді Құдай берген дауыспен жақсы өтіп кеттім. Демек, расымен де солай басталды. ата-анаңыз қолдау көрсеткен. Енді кейбір өнер адамдарынан сұрасаң, қарсы болды деп айтып жатады. Ата-анам қарсы болды өнерге келуіме, өйткені өнер жолы ауыр жолы, қиын жол деп айтады дейді. Дегенмен сіздің ата-анаңыз қолыңыздан жетектеп алып келген. Апарды өнерге қосты. Өйткені өзі менің мамам педагог, бастауыш педагогы, жаңағы мектепте өзі тәрбиеші. Ол кісі өзі кезінде Роза Рымбаева тәтемізге еліктеп, мектептің іс-шараларында ән айтқан. Сонда нағашы атам қарсы болған ғой. Консерваторияға Алматыға оқуға алып кетеміз мына қызыңызды деген кезде, атам жібермей қойған, қызы балаға әртіске қажеті жоқ, мұғалім боласың деп, содан ана мамам айтқан ғой, баламды, қызымды болмаса балам жетсін деп, сонда папам обычно жаңа қарапайым строитель, папам да қарсы болған жоқ. Мен ата-анам негізі маған бір қарсылық жасаған емес. Яғни сіздің өзіңізде де сондай бір талант болып тұр, енді өнерге келуге деген. Ата-анаңызға қарсы шықпай, жоқ мен өнерге бармайым, не болмаса техника саласына барам деген жоқсыз. Қаныңызда, бойыңызда бар болған соң, сіз де өнер саласына келдіңіз. Өйткені менің нағашы атам марқұм Роза Бағланова әжемізбен дос болған, Қалтай Мұхамеджановпен дос болған, жаңағы өзі өнерге бейімдеу кісі болған, өзі негізі педагог болатын. Сонда Роза әжемізбен Союздың кезінде гастрольға шығып кете берген ғой, үшін бала шағасын тастап, әжемді тастап, концерттерге. Енді алыс жақын шетелдердегі әріптестермен жақсы бір тығыз қарым-қатынастасыз, шығармашылық. Нақты кімдермен? Так, Украинада сол Украинаның белгілі актрисасы Мирослава Филиппович, өткені ол қыздың түскен сериалдарын, фильмдерін біздің Қазақстан телеарналары көрсетіп тұрады. Сосын Москвадағы өте көп достарым, жаңағы Виталий Гордеймен араласамыз. Жоқ, араласқанда жиі хабарласып тұрамыз. Көп енді Құдайға шүкір. Эстонияда енді өзімнің қатарым емес, бірақ жақсы қарым-қатынасамыз. Мені таныстырған Роза Конышевна Рымбаева Таллинде, Эстония мемлекетінде конкурсқа барған кезінде Эстонияның жаңағы белгілі әншісі Анден Вески. Ол кісімен де хабарласып, ақылдасып тұрамыз. Енді 20 жылдықта ақылдасып жатқан шығарсыздар. Қалай өткіземіз, қалай болады дегенмен карантин, бірақ белгілі бір деңгейде өту керек. Өту керек. Оның барлығын кеше Қызылорда облыстық әкімшілігімен отырып, ақылдасып 15 қазанға қойдық. Сол шетелдегі келетін қонақтарыммен бәрімен ақылдасып жатырмыз, кім қайсы қай уақытта келеді. Енді бұл жасырмайық, жаңағы айтайын,
в общем ол концерттік бағдарламам ерекше болайын деп тұр. Ауқымды. Үлкен ауқымды болайын деп тұр. Сол енді 20 жыл деген аз уақыт емес. Аз уақыт емес, сондықтан Енді жаңағының өзінде осы сіздерге эфирге келер алдында осы Астанадағы қазақ концерттің директоры Жеңіс Сизула ағамыз шақырып, жаңағы бүткіл марапаттармен құттықтап 20 жылдығымен жасап батасын берді дейсіз. батасын беріп жатыр. Өзінің жаңағы шығарған, жазған кітабын беріп сыйлап жатыр. Өте қуаныштымын. Астанаға келгенге, Астанаға осындай шақырумен келгенге, жаңа мәдениет министрлігінің ұлттық телеарнасының Қазақстан, сіздердің радиолар шақырып, насыщенный уақыт. Тамаша. Ал енді Руслан мырза, Әсел, біздің жарнамаға кезегіміз келіп қалыпты. Дәл қазір сіздің тағы бір әніңізді тыңдайық, сәл билеймін деген. Иә? Солай ғой атауы. Жақсы, ендеше Солай құрметті мен достар. сізден сұрап отырмын. Жоқ. Дұрыс емес аты. Сахна менің әлемім. Сахна менің әлемім. Иә, мен шатастырып отырған сияқтымын. Сахна менің әлемім деген әсем әнді дәл қазір Жоқ, уақыт бойынша бізге келетіні нәзік сезім әні екен. Соны тыңдайық, одан кейін сахна әлемінде тыңдаймыз. Иә, құрметті достар, сонымен Еламан қай әнді тыңдайтын болдық? Иә, нәзік сезім әнін тыңдаймыз, одан кейін кішігірім жарнама, сосын қайта ораламыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Нәзігім ба? Құрсын қайсысын? Мен ана Нәзік сезім. Бейбіт Қошқалиевтің ән түркімен қарақаптында сол екен деп. Ойбай, Бейбіт Қошқалиев жас қанатқа 2003-те қатысқан екен ғой. Оны қайда көрдім деп кейіннен Қызылордаға KZ тобы болып келген кезінде кіммен анау біздің қызылордалық Рүстем Нұржігітпен сол кезде Руслан, сіз анау Садықов емес, анау баяғы Гаккуды айтатын. Я говорю, аха, меня помнят, оказывается, деп. Олар, мен ойлағам ғой, олар мен үшін жұлдыз, а оларға мен жұлдыз өзімше. Seviniz. Күшті болатсыздар ғой? Жақсы, шүкір. Білмеймін, мына жақта эфирде деген барлығы бірдеңелер жазып жатыр, көрермен көбейіп кетті ғой. Рахмет сіздерге. Отыра беріңіздер тыңдап мені. Барлықтарыңыз жұмыстан келген шығарсыздар. Сен Фейсбукте тікелей эфирде өтсің бе не? Мына ән Союздың кезінде жазылған, Шәмші Қалдаяқтың Білал Қалдаяқ деген інісі жазған осыны. Бұл ән орындалмаған еш жерде, ешқашан. Соны іздеп жүріп тауып алдым ғой. Көрдің қандай керемет ән, сөзі бөлек. Сахна менің әлем бұл 20 жылдығына жазылған. Прям сахна туралы, өзім өнерім туралы. Сонда аяқтаймыз ғой. Рауан, сіздердің телефоныңыз болса, осы эфирімізді видеоға, сосын суретке түсіріп алсаңыз жақсы болар еді. Кеше Әселді көрдім, ойлап қойым, құрттай қыз ғой, еще әдемі екен деп қойым. Рахмет. Қаяқтың қызсың? Түркістан. Южане мы все. Так, жарнама. Сибиряндарға қарағанда Астананы көтеріп жатқан біз южандарымыз ғой. Ачия елімі. Солай шығар, аға білмеймін ғой. Астанаға келгенімізге 2 жыл болды, көп болмады. 2 жыл екен ғой. Пока еще местный болмадсың ғой. 3 жыл еді бар, 18-де келген. Біздің кезімізде мына бәйтерек жоқ. Левый берег. Енді левый берег деп аталып жататын зданиелер енді салынып. Ақорда ол кезде жоқ. Астана күні сояқта мы отмечали үлкен бір ана площадкада. Сонда бәйтерек енді салынып жатыр. Плитасы тұр. Бәйтеректің астына Айналып қайтатымыз қызығып. Ырым жасайды екен да. Қазір бәйтерек Набирай номер былай қараса 8700 Иә. Добрый день, Стэнфорд Медикал, отделение урологии. Не бойся, проверено. Они решили мою проблему в первый визит и абсолютно Асқар Жүнісбеков. конфиденциально. Стэнфорд Медикал. Сәттілік Руслан дейді.
Рахмет. Астана радиосының жарнама қызметінің телефоны 75-72-99. өте талантты әнші ғой. Менің сүйікті әншілерімнің бірі. Репертуар жақсы таңдай алады Дауысы ғой. да бір сондай өте Сосын өзі сауатты, спокойный жігіт қой. андай бір қатты танымалдықты да қажет етпейтін. Қарапайым. Иә, өте қарапайым. Ал, дайындалайық. Иә, құрметті достар, біз жалғастырамыз. Бұл бас қаланың басты радиосы Астана FM. Дәл қазір біздің студиямызда қонақта Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі әнші Руслан Садықов. Сонымен көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет. Тамаша ғой барлығы, иә? Керемет. Сіздермен осы сұхбаттың өзі мен үшін бір үлкен бір жаңалық болып отыр. Тамаша. Рахмет. Сонымен енді алдағы жоспарлармен бөлісейік. Қандай жоспар бар? Жарайды, 20 жылдықты білдік. Бұйырса 15 қазан күні керемет бір концерт өткелі жатыр. Бұрын соңды болмаған деп қояйық, иә? Одан бөлек қандай жоспар бар? Құдай қаласа, сол концертімді көрермендердің алдында үлкен жауапкершілікпен атқарып алсам, Құдай қаласа, бір басым екеу болады ма деймін. Құдай қаласа, Бойдақсыз ба? бойдақпын ғой. Мәссаған, мен үйленген шығар деп отырмын. Құдай қаласа, сол үйленіп, семьялы болып, ата-анамды қуантқым келіп отыр. Ал оған дейін болмай ма енді? Кешті біреу емес екеу болып өткізу. Оған дейін енді уақытта тығыз, сосын ауыр ғой. Ауыр болып кетеді. Өйткені концерттен кейін сразу сол тойды жасап жібереміз, өйткені келген қонақтардың бәрі два в одном. Қайта келе бермейді ғой. Қайда Ой, қайда жатыр жатыр, ғой, тамаша. Тамаша, енді арман мақсаттарыңызға, ниетіңізге жете беріңіз. Әумин. Ал Русеке, қазір Қызылордада немен айналысасыз, қандай қызметтесіз, осы жайлы бірер ауыз сөз. Қызылордада қазір Қызылорда облыстық филармониясында әнші ретінде қызмет жасадым. Қазір өзім жеке студиям бар, жеке шығармашылығымен айналсам. Тек гастрольдік ән сапарлар ғой. Мен тойдың әншісі емеспін. Енді ағайындардың арасында тойда енді ән айтқызады, енді амал жоқ. Сол кезде айтасың, былай сұраныспен ондай тойға бара алмаймын. Өйткені мен сахнаның әншісі болғаннан кейін сахнаны мен тойдың сахнасына ауыстыра алмаймын. Тек сол сахнада ғана айтып. Өйткені сахна киелі ғой. Иә. Сондықтан ол сахнаның әншісі болғаннан кейін өзіңді сол деңгейде ұстауың керек қой. Енді Руслан мырза, біз уақытқа қарап отырсақ, екінші сағатымыздың аяқталуына санаулы секунд қалған. Көзді ашып жұмғанша өтіп кетті. Астана радиосының тыңдаушыларына, біздің достарымызға деген тілегіңізді. Иә, жылы лебізіңізбен, тілегіңізбен аяқтасақ. Тыңдармандарға тек мықты денсаулық тілеймін. Мына пандемияны халық болып, ел болып бірге атқарайық. Тезірек бітсін. Сіздерге радиоларыңызға тек табыс тілеймін, шығармашылық табыс тілеймін, өсіп өркендеуіне барымызша өнер адамы ретінде үлес қосуға тырысамыз. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Сіздерге көп рахмет айтамын, себебі осы радионы жасайтын сіздер ғой. Сіздер соны жаңғыртатын жаңа поколение. Жаңа буын. Рахмет көп. Сізге де шығармашылық табыс тілейміз. Әндеріңіз шырқала берсін, тек қазақ елінде емес, әлемде шырқалсын дейміз. Амин, рахмет. Құрметті радио тыңдаушылары, бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі әнші, орындаушы Руслан Садықов. Енді еламан, осы ретте мен жігіттер қауымына тағы да бір ақпаратпен бөлісіп өтейін. Құрметті жігіттер, енді 8 наурыз жақындап қалды, сондықтан кәсіпорындан қызғалдақтың түрін 350 теңгеден бастап ала аласыздар. Мекен-жайы Мәңгілік ел 29-2, Толстой көшесі 1. Телефон номерлері арқылы да хабарласып, өз тапсырысыңызды бере аласыз. 200-211, сондай-ақ 34-24-64 телефон номері қосылы. Толығырақ ақпаратты Қазфлор.kz Instagram парақшасынан алсаңыздар болады. Қымбатты достар, бас қаламызда уақыт 19:50, ендеше баршаңызға кеш жарық дейміз. Және естеріңізге салып өтейік, келесі сағатта, яғни 21:00 мен 22:00 аралығында шын жүректен құттықтау сазды сәлем сағатын өздеріңізге арнамақпыз. Сондықтан да арнамыздан алыс кетпеңіздер. Ал біз екінші сағатымызда бүгінгі студиямыздың қонағы болған Руслан Садықов мырзаның сахна туралы, сахна әлемі жайлы бір әнімен түйіндейміз. Рахмет көп. Не деген кереметсіңдер, Аға? жаңағы сөйлеу мәнерлерін бөлек,
база бар екен сіздерде. Рахмет Рүжеге. Рахмет көп. Қазір мен ән реттеп алайын сосын сұрап келейін иә. Ән қойып бере салайын. Так. 4-26. Құрметті достар, рахмет сіздерге эфирге шығып осы мені тыңдағандарыңызға. Астана радиосы қосулы болсын.